Қара адырдың қарағанды сайы елсіз еді. Ақ қасқыр бауырындағы көк күшіктерін емізіп жатыр. Жат иіс шықты. Адамдар келді. Күшіктердің көбін өлтіріп, біреуін тірідей алып кетті. Құрмаш күшікті көксерек деп атады. Ауыл иттері оны ешқашан қабылдамады. Құрмаш көксеректі барынша қорғады. Бірақ ол түздің мінезін ұмытпады. Алғашқы қанды шайқас басталды. Көксерек түзге қайтты. Бұл оның ең алғашқы ұлуы еді. Иістер ақ қасқыр мен көксеректі табыстырды. Екеуі елге қасқыр атанды. Малға шапты. Түз заңы үстем болды. Серігін, яғни ақ қасқырды адамдар өлтіріп, көксерек тағы да жалғыз қалды. Bir күні ол топтың көсеміне айналды. Құрмаш оны іздеп түзге жалғыз шықты. Алдынан көксерек шықты. Сөйтіп табиғат заңын адам жеңе алмады.